Баршаңызға сәлем, дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі оңай дайындалатын пахлава дайындайтын боламын. Менің каналыма жазылып, видеоны соңына дейін менімен бірге тамашалаңыздар. Ең алдымен пахлавамыздың ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге грек жаңғағы қажет болады. Грек жаңғағын бөлек ыдысқа осылай салып аламыз. Одан кейін грек жаңғағын біз блендердің көмегімен немесе сіздер оқтаудың көмегімен қолмен де ұсатып алсаңыздар болады. Ұсақталған грек жаңғағының үстіне қантымызды салып араластырып дайындап аламыз. Мен қантты осылай блендердің көмегімен ұсақтап алдым. Енді ішіне салатын салмасы дайын болды. Енді біз пахлавамыздың қамырын илеуге кірісеміз. Ұнымызды ыдысымызға салып, оның үстіне разрыхлитель, кішкене шым тұз, майымызды салып, қолымызбен жақсылап ұсатып, араластырып, қамырды илейміз. Бізде осындай ұсатылған, осындай нәзік, осындай қамыр пайда болады. Осы қамырымыздың үстіне бір жұмыртқамызды және қаймағымызды салып, қолымызбен жақсылап, жұмсақ етіп, пахлавамыздың қамырын илейміз. Қамырымыздың иі қанғанша жақсылап илеп аламыз. Қолымызға жабысқан барлық қамырдың барлығы иі қанғанша осылай араластыра береміз, илей береміз. Енді осы дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тұндырып қойып қоямыз. Енді келесі кезекте салмасын дайындауды жалғастырамыз. Жаңағы алдын ала жаңғақ пен қантқа араластырған қоспамызды екі жұмыртқаның ағын немесе миксердің көмегімен жақсылап осылай ақ көбіктенгенше араластырып алғаннан кейін үстіне жаңғақ пен қантымызды қосып, кішкене ғана шым тұз салып, жақсылап осындай лопатканың көмегімен бір келкі қоймалжың масса шыққанша араластырамыз. Енді біздің салмамыз дайын болды. Бізде осындай масса шығады. Қамырымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін алдын ала жаңағы иленген қамырымызды алып, 3 бөлікке бірдей етіп бөліп аламыз. Бөлінген бөліктерді қолымызбен осылай дөңгелетіп, шариктер әзірлеп шығамыз. Бірдей болу керек 3 бөлігіміз. Бірінші бөлігін алып, жақсылап оқтаудың көмегімен ұн салмай жұқа етіп жайып аламыз. Осы жайылған қамырымызды табамызға май жағып, не болмаса сіздер пергамент қағазын салсаңыздар болады. Осылай май жағылған табаның үстіне тегістеп, әдемілеп қамырымызды орналастырып аламыз. Келесі кезекте біз қамырымыздың екінші бөлігін жайып аламыз. Бұны да жұқа етіп, дәл бірінші қамырдағындай жайып алғаннан кейін біз ішіне салатын салмасын бірдей 2 бөлікке бөліп, осы бірінші жайылған қамырдың үстіне тегістеп, лопатканың көмегімен осылай орналастырып шығамыз. Келесі кезекте салынған салманың үстіне жайылған қамырымызды салып, үстіне қалған салмамызды саламыз. Салған салманы бірдей етіп тегістеп, лопатканың көмегімен тағы да жайып шығамыз. Осылай жайып алыңыздар тегістеп. Енді біз қамырымыздың үшінші бөлігін, ең соңғы бөлігін салманың үстіне салып, тегістеп алғаннан кейін шетін әдемілеп, осылай өріп, түйіп шығамыз. Осылай шетін әдемілеп түйіп алғаннан кейін пышақпен ақырындап бетін кесіп қойсаңыздар болады. Осылай тегістеп сіздерге бұл қамырды кесіп алғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысы мен кішкене сүт қосып, осы бөлінген қамырдың үстіне әдемілеп жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысы мен сүтті қамырымызға жағып алғаннан кейін үстіне бүтіндей жаңағы іріктеп алып қалған жаңғағымызды осылай әдемілеп орналастырып шығамыз. Бізде пахлавамыз дайын болды. Енді осы пахлаваны 180 градустық пеште 20 минуттай жақсылап пісіреміз. Осылай қызарғанша пісіріп алғаннан кейін дайын болған пахлаваның үстіне балымызды құйып, пахлавамызды осылай ретімен кесіп шығамыз. Енді дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, тәтті болып шығады. Сіздер де әзірлеп көріңіздер. Сіздермен бірге болған Қарлыға дәмді кеңестерге жазылыңыздар.
ас болсын.